Қайырлы күн, достар. Жегенде ауызда еритін өте жұмсақ булочки дайындаймыз. Бұл булочкиді синнабон немесе булочки корицамен деп те атайды. Осы рецептпен американдық досым Лисамен дайындадық. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін, жасап көріңіздер. Бізге алдымен дрож қажет болады. Дрождан бір ас қасық, сосын жарты ас қасық саламыз. Бір пияладай немесе 250 мл жылы су қажет болады. Жылы сүтімізді дрождың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз венчикпен. 2 ас қасық қант қосамыз. Қантты да жақсылап араластырамыз венчикпен. 10-15 минутқа қалдырып қоямыз осылай. Сүтіміз бен дрожжымыз көтерілді. Оның үстіне сары май 80 грамм саламыз. 4 ас қасықтай қант саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болу керек, мұздай болмау керек. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз миксермен. 600 граммдай ұн саламыз. 1 пиала ұнымыздан кейін миксермен араластырып шығамыз. Сосын қалған ұндарды осылай қолмен араластырамыз қасықтың көмегімен. Қасықтың көмегімен араластырып болған соң, қолмен илеп шығамыз қалғанын. Осылай етіп жұмсақ қылып елеп шығамыз. Жылы жерде 1 сағатқа қалдырамыз бетін жауып. Қамырымыз көтерілді. Қазір енді кішкене ұн сеуіп, осылай етіп кішкене ұн сеуеміз. Сосын қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырымызды 4-5-те етіп осылай жайып шығамыз. Бізге қажет болады 1 пиала қант және 1,5 ас қасық корица. Корицаны жақсылап араластырамыз осылай. 60 граммдай еріген сары май жағып шығамыз. Сары майымыз жағып алдық. Енді қалған қантымыз бен корицамыз құйып шығамыз осылай жақсылап. Сосын 100 граммдай мейіз себіп шығамыз осылай. Сосын Лиса екеуміз екеулеп тұрып осылай бұрадық. Қамырымызды осылай. Рулетімізді бұраймыз. Рулеттің қамырын 12 бөлікке бөліп, кесіп, ыдысымызға салып шығамыз. Ыдысқа салған рулетімізді жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз. Рулетіміз көтерілді. 180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Рулетіміз пісті. Енді крем жасаймыз. 60 грамм сливочный сыр саламыз. 2 ас қасық сүт құямыз. 2 граммдай ванилин саламыз. Және 1 пиала сахарный пудра саламыз. Және миксермен жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды, міне. Рулетіміздің бетіне жақсылап жағып шығамыз. Булочкиміз дайын болды, ас болсын. Егер рецептім сіздерге ұнаса, маған жазылып, лайк бас, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.